Сәлем достар, бүгін 2014 жылы шыққан «Другая Бавари» атты драмасына қысқаша шолу жасаймыз. Кезінде Мартин Жубер Парижде өмір сүріп, ескі қаланың рахатына бөленіп жүрген жан. Ол өнер мен әдебиетті ұнатып, атақты жазушы Гюстав Флобердің шығармаларын оқып жүрген еді. Алайда 7 жыл бұрын ол Нормандияға оралып, әкесінен қалған наубайхананы мұраға алады. Оның наны кішігірім қаланың басты көрнекі орны болған. Бірақ жаңа піскен нанның партиясы қарайып, әйелінің наразылығын тудырады. Мартин өзінің көршісі Чарлидің жағдайын алаңдайтын білдіреді, және оның өз-өзіне қол жұмсау мүмкін деп айтады. Жұмыстан кейін ер адам көрші үйге келіп, Чарлиді өзінің марқұм әйелінің заттарын отқа тастап жатқан сәтіне түседі. Мартин қайтыс болған әйелдің күнделігін алып үлгереді. Барлығы 6 ай бұрын басталған. Бақшада жұмыс істеп жатқан уақытта Мартин көрші үй маңына көліктің келген байқайды. Жаңа көршілері Англиядан келген Чарли мен Джемма Бавари еді. Фамилиясын естіген наубайханашы қызға қызығушылықпен қарайды. Өйткені ол қыз Мартин оқып жүрген кітабының аттас персонажына қатты ұқсайды. Келесі күні Бавари жұбы көршісінің нан дүкеніне келеді. Әлгі қыз аса таңданыспен әр нанды иіскеп таңдап отырады. Ал Мартин болса одан өзінің назарын аудара алмай қарап тұрады. Серуен кезінде Джемманы кездестірген Мартин қыздың әсерінен бұрыннан бері оянбаған сезімдерін оятқанын түсінеді. Кешкі уақытта Жуберлердің үйіне Чарли келеді. Олардың үйінде жарығы өшіп, көмек сұрап келген. Мартин көмек көрсетуге келісіп, көршілері шарап ішуге шақырған ұсынысын қабыл алады. Әңгімені көбінесе Мартиннің әйелі мен Чарли айтып отырды. Мартин болса үнемі Джемманы бақылап отырады. Оның ойына мадам Бавари туралы кітаптағы сөздер келіп тұрады. Кітаптағы мадам Бавари қарапайым ішпысарлық отбасылық өмірді кешіп жүрген екен. Дәл сондай күйде Джемма да отырған секілді. Кенеттен Джемманың аяқ асты жағынан жүгіріп өткен тышқан тыныштықты бұзады. Джемма шыңғырып тышқан уын алу туралы әңгіме қозғайды. Мартин болса ол удың кесірінен адамды уланып өлуі мүмкін екендігін жеткізеді. Сөйтіп Мартиннің әрбір күні көрші әйелмен байланысты болды. Ол өзінің үйінің терезесінен оны бақылап, немесе дүкенге келгенше күтіп отырады. Бір күні ол қызды асханасына шақырып, нан пісіріп көруін ұсынады. Мартин құмарлықпен Джемманың денесінің әр жеріне қарап тамсанады. Дүкенге келген бір күнінде Джемма басқа отбасы жұбымен танысады. Олар Джемманың күйеуімен бірге үйіне кешкі асқа шақырып, оларға жұмыс ұсынады. Джемма интерьер суретшісі, ал Чарли ескі заттарды қалпына келтіретін мастер. Бұл кешке Мартин мен Валери де келеді. Үй иесі Джемманы бояғысы келетін зал бөлмесіне шақырады. Сөйтіп тренажерлар мен фитнес туралы әңгіме қозғап, Джемманың артық салмағы туралы көңілге тиетін сөздер айтады. Бірінші күннен кейін Мартин Джемманы паркте кездестіреді. Ол қыздың фигурасы туралы мақтау сөздер айтып, Джемманы ұялтып жібереді. Ол үйге кетіп бара жатқанда көйлегінің астына ара ұшып кіреді де арқасынан тістеп алады. Ол айқайлап көмек сұрайды. Мартин дірілген қолдарымен оның көйлегін шеше бастап, өзінің шаншуын қалтырып үлгерген жәндікті ұстап алады. Ер адам ол уды сорып алу керектігін айтады. Джемма оңайлықпен келіседі. Жақын жердегі үлкен сарайда тұратын жас француз Эрве айқайды естіп жүгіріп келеді. Мартин не болғанын түсіндіріп жатқанда Джемма талып қалады. Олар қызды ауруханаға апарады. Келесі күні Баварилердің үйіне Англиядан бір жұп қонақ болып келеді. Журналды қарап отырып, Джемма кезінде оған көзіне шөп салған өзінің бұрынғы жігітін Патрикті көреді. Джемма Чарлидің үнемі кітап оқып, немесе шеберханада уақыт өткізгеннен оған ашуланып жүреді. Кешігірек Джемма базарға барып, ол жерде оны Мартин байқап қалады. Ол ішінен кітабының сөздерін қайталап отырып, қызды бақылап тұрады. Кенеттен ол Баварияға жақындап әңгіме қозғаған Эрвені көреді. Олардың келесі кездесуі шарап сататын дүкен ішінде болды. Эрве оған ең жақсы шарап сусынын ұсынып, жаңа көршісін бірнеше ғасырлар бұрын салынған өзінің сарайын көруді шақырады. Үйге қайтып бара жатып, Мартин Джемманың көлігінен озып кетеді, алайда ол оны байқамайды. Үйіне жетпей Джемманың көлігі алып сарайға қарай тартатын жолға бұрылады. Мартин оның артынан аңдиды. Алайда қыздың үйге кіріп кеткенін көріп бата алмай кетіп қалады. Кешкісін көршілер арасында кешкі ас ішуге байланысты кездесу болады. Джемма Мартиннің қасына отырған уақытта қыздың бойынан Эрвенің сүюінен болған іздерді байқайды. Осы күннен бастап Мартин көрші қызды аңдай бастайды. Қыз болса ешнәрсе болмағандай үйден кіріп шығып жүреді.
Сөйтіп Джемма әр уақытын Эрвемен өткізеді. Дүкенде Джемма нан мен круассанды сатып алады, алайда оны кассада ұмытып кетеді. Мартин сылтауратып круассанды Джемманың үйіне дейін жеткізгісі келеді. Бірақ үйге жақындағанда махаббатпен айналысып жатқан дауыстарды естиді. Чарлидің Лондонға кеткенін білетін Мартин Джемманың Эрвемен бірге аймаласып жатқандығын түсінеді. Қолындағы круассанды ұстап үйіне оралған көршісі өзінің сезімдері туралы ойлап отырады. Чарли үйге оралғанымен Джемма мен Эрвенің ойнастығы жалғасуда. Джемма қайтадан ұзақ уақытқа серуендеуге кетеді және оның күйеуі не болып жатқандығын сезеді. Эрвенің сарайында жұп махаббатпен айналысып жатқанда Джемма фарфор мүсіншені жерге құлатып алып сындырады. Жігіт көңілсіз күйде өткені бұл зат анасы үшін өте қымбат дүние. Қыз болса оны жұбатып мүсіншені алып кетіп күйеуіне оны қайтадан қалпына келтіруге апаратынын айтады. Мартин үнемі Джемма және Эрвенің байланысын қалайда болса үзу керектігі туралы ойлап жүреді. Өзінің қызғанышын тыя алмай не де болса жоспар құруға бел буады. Келесі күні Джемма пошта жәшігінен хаттарды алады. Хаттардың біреуі Эрвенің атынан келген. Хатта ол қарым-қатынасты үзу керектігін білдіреді. Өзінің сезімін күйеуінен жасырмай Джемма Эрвенің үйіне қарай жүгіріп кетеді. Эрве осы кезде анасынан өмірлік лекция тыңдап отырады. Оның анасы одан оқуға дайындалуын тапсырады. Үй жанына келгенде Эрве оған SMS жазып жібереді. SMS-те Эрве Лондонға Джеммамен бірге қыдырып бара алмайтындығын және оның дереу Парижге кететіндігін айтады. Ол үйге оралып күйеуімен сөйлескісі келеді, алайда Чарли не туралы әңгіме қозғалатындығын біліп заттарын жинап кетіп қалады. Келесі күні Джемма Мартинді кездестіріп, одан хатты аударуға көмек сұрайды. Мартин қыздан көз ала алмай хатты аудару процесі қиынға соғады. Тыныштықты атып шыққан тышқан бұзады. Мартин тышқанды өлтіріп, жақын жерде тұрған тышқан уын байқап қалады. Наубайханашы ызаланып, бұл уды үйде сақтамау керектігін басып айтады, себебі ол адамдарға да қауіпті. Бос уақытын Джемма англиялық көршілердің үйінде өткізіп жөндеу жүргізеді. Бұл жақта ол бұрынғы жігіті Патрикті кездестіреді. Ол осы көршілердің досы екен. Жігіт Джемманы көріп қуанып қарым-қатынасты жандандырғысы келеді. Келесі күні Джемма Мартинмен кездесуге келіседі, алайда Джемма келмейді. Далаға шығып қалғанда қызды Патриктің құшағында тұрғанын көреді. Мейрамханада отырып Джемма бұрынғы жігітіне олардың қайта байланысы қате екендігін және бұл туралы өкінетіндігін айтады. Үйге келе салып Джемма заттарын жинап үйін сатып, күйеуімен бірге татуласу үшін Лондонға жол жүргісі келеді. Сөйтіп алдында сындырып алған мүсіншенің қалпына келтірілгенін байқап, телефон арқылы Чарлиге жылы хабарлама қалдырады. Үйдің жанынан Мартинді көріп кездесуге келе алмағандығы үшін кешірім сұрайды. Қоштасу үшін шарап ішуге үйіне шақырады. Әңгіме барысында Эрвенің атынан келген хатты Мартиннің жазғаны белгілі болды. Джемма Мартиннің сезімдері туралы барлығын осы жерде біледі. Оны сүйіп үйден кетуін өтінеді. Бірнеше уақыттан кейін Мартин Джеммаға қоштасу сыйлығы ретінде нандар салынған корзина апарады. Алайда үйдің есігін Мартин емес, қарым-қатынасты қайтадан бастағысы келетін Патрик қағады. Бақшада жұмыс істеп жатып, Мартин көрші үйге такси келіп, ішінен Чарли шыққанын көреді. Наубайханашы оған қуанып, барлығы бұрынғыдай болады деп үміттенеді. Бірақ бірнеше минуттан кейін Чарли үйден айқайлап атып шығып көмекке шақырады, себебі Джемма қайтыс болған екен. Мартин бұған кінәлі тышқан уы деп ойлайды, алайда тергеуші оның өлімі нанның түйірінен тұншығып қалды деп болжайды. Мартин оның өліміне өзін кінәлап жерлеу кезінде Чарлиге барлығын айтады. Чарли болса өзін кінәлап жатыр. Өйткені үйге кіріп келгенде ол әйелін және Патрикті түсініксіз жағдайда көріп, әйелін құтқарудың орнына Патрикпен төбелесіп кетеді. Әрқайсысы Джемманың өліміне өздерін кінәлайды. Бейіт жақтан кетіп бара жатып, Мартин артқа қарағанда Джемманың моласының жанында қоштасуға келген Эрвені байқайды. Жарты жылдан кейін жаңа көршілер келеді. Олар да Мартиннің қызығушылығын тудырады. Алайда бұл басқа әңгіме. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.